қайырлы күн оқушылар. Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Бөлім атауы морфология. Сабақтың тақырыбы олимпиада спорт шыңы, салт етістік. Бүгінгі сабақтың мақсаты әлеуметтік мәдени, ресми іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі көтерілген мәселені талдау. Әр түрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру. Етістіктің етіс түрлері мен салт, сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Ендеше балалар, алдағы білімді еске түсіру мақсатында көрсетілген сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Жақсы балалар, бүгінгі біздегі тақырып салт етістіктер. Салт етістіктер дегеніміз тура объектіні қажет етпейтін, табыс септігіндегі сөзбен тіркеспейтін етістіктердің түрі. Салт етістіктер барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктегі сөздермен тіркеседі. Тек қана табыс септігіндегі сөздермен тіркеспейді. Мысалдарға назар аударайық. Гүлді өсірді. Нені өсірді? Яғни тура объектіні қажет етіп тұр. Сабақты етістік. Салт етістік тура объектіні қажет етпейді. Гүл өсірілді. Не өсірілді? Гүл өсірілді. Ауланы тазалады. Аула тазаланды. Не тазаланды? Аула тазаланды. Аула не істеді? Тазаланды. Көріп отырғандарыңыздай, салт етістік тура объектіні қажет етпейді. Табыс септігінен басқа септіктерде тұрған сөздердің барлығымен тіркесіп келеді. Келесі мысалдарымыз: бала секірді. Салт етістік. Кім секірді? Бала секірді. Бала не істеді? Секірді. Яғни секірді деген бізде балалар етістік, сол етістіктің алдында тұрған бала атау септігінде тұр. Сабақ етістікте атау септігінде емес, табыс септігінде тұрады. Баланы секіртті. Мәнерлеп оқыды. Салт етістік. Не істеді? Оқыды. Не оқыды? Қалай оқыды? Мәнерлеп оқыды. Өлеңді оқытқызды. Сабақ етістік. Жүк тасылды. Не істеді? Тасылды. Не тасылды? Жүк тасылды. Көрген жеріңіздей, салт етістікте әрекет өз бетімен істелініп жатқан сияқты болады көбінесе. Яғни тура объектіні қажет етпейді. Оқулықпен жұмыс. 3-ші жаттығудан мәтіннен салт етістіктерді тауып көріңіздер. Бұл тапсырманың дискрипторы мәтінді түсініп оқу және салт етістіктерді табу. Өз жауабыңды тексеріп көріңіз. Балалар, жаңа сабақты бекіту мақсатында осындай Вен диаграммасына сабақты және салт етістіктердің айырмашылығын және ұқсастығын салып көріңіздер. Өз жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. Сабақты етістік дегенде тек табыс септіктегі сөздермен тіркесетін етістіктің түрі. Салт етістік дегеніміз табыстан басқа барыс, жатыс, шығыс, көмектес септіктермен тіркесіп келеді. Ортақ қасиеті екеуі де етістік. Ендеше балалар, сабағымызды аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыз.